жамбылдықтар! Приветствуем всех участников парада, который проходит ежегодно в центре древнего города Тарас. Балалар мен жастардың музыкалық оркестрлер мен ансамбльдері шеруін бастаймыз! Шеруді бірінші болып Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі ең ірі білім, мәдени және ғылым орталығы, университеттердің Еуразиялық ассоциациясының мүшесі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті бастайды. Университет Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары рейтингісіндегі көп салалы жоғарғы оқу орындар арасында 3 жыл бойы тұрақты 6-шы орынды иеленіп, биыл 60 жылдық мерейтойын атауда. Алдарыңызда Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Детский смех, величайшая музыка природы. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, рухты болса, ол елдің еңсесі биік болады. Өнерлі өлеңдер жасасын. Судьба человечества в руках наших детей.
Тараз мемлекеттік университетінің шығармашыл студенттері республикалық, облыстық және қалалық байқаулар мен фестивальдерге қатысып, жетістіктерге қол жеткізуде. Вокал студиясының тәрбиеленушілері қалалық майдангерлерге мың тағзым атты ән байқауына қатысып, жүлделі 3-ші орындарды иеленді. атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Отдать шар земной детям. Дети – это художники мира. Детский смех – величайшая музыка природы. Тараз мемлекеттік университетінің студенттері биылғы жылғы өткен 14-ші облыстық дельфий ойындарында 3-ші және 2-ші орындарды иеленді. Дарынды ұрпақ, ұлт болашағы. Продолжает колонна золотой колыбели образования. Студенты Жамбылского гуманитарного колледжа имени Абая. Победителями областных республиканских конкурсов, посвященных лучшим методическим и воспитательным работам. Алдарыңызда Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі.
колледж имени Абая. Колледж гордится лучшими студентами, победителями республиканских международных конкурсов и спартакиад. Алдарыңызда болған Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі. Шеруде номері 13-ші Тараз Теміржол колледжі жалғастырады. Колледжде 700-ге жуық білімгер, 13 мамандық бойынша білім алуда. Колледж ұжымы 20-дан аса көпұлтты білімгерлерге білім беруде. Теміржол колледжінің білімгерлері республикалық, облыстық байқаулар мен спорттық жарыстарда жүлделі орындарға ие болуда. Атап айтқанда, Қыпшақбай Нұрбай Серікұлы 2017 жылы World Skills Қазақстан ұлттық чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Айдаралы Бейжігіт республикалық пляж әлемі байқауында 2-ші орын иеленсе, республикалық Ахмет Байтұрсынов оқуларында 3-ші орын иеленген. Ансамбль исполняет попури лучших танцев народа мира. Колледж білімгерлері республикалық самбо, таэквондо, қазақша күрес түрлерінен жеңімпаз атанып, білім ордасының мәртебесін көтерді. Алдарыңызда номері 13-ші Теміржол колледжі. Дети мира всех ценностей мира. Здоровые дети, сильный народ. Ұлт болашағы дарынды жастар. Алдарыңызда болған номері 13-ші Тараз Теміржол колледжі. Шеруде Меркі ауданының өнерлі жастары жалғастырады. Номер 2-ші саз мектебінің оқушылары Санкт-Петербург, Астана, Алматы қалаларында халықаралық және республикалық музыкалық өнер байқауларының жеңімпаздары атанып келеді. Алдарыңызда Меркі ауданының талантты да өнерлі жастары. Приветствуем Меркенский район. На этой земле должна существовать одна раса. Раса детей. Судьба человечества в руках детей.
жанағы саз мектебінің домбырашылар ансамблі мен үміт балалар мен жасөспірімдер сарайының оқушылары Чехия, Ресей және Турция, Венгрия, Австрия мемлекеттерінде өткен халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары атанып келеді. Давайте поприветствуем аплодисментами одаренные дети, Меркенский район. Громче, громче, громче! Дети — наше будущее! День защиты детей. Все районы Жамбылской области сегодня здесь, на центральной площади древнего и святого города Тарас. На площади Меркенский район. Добрые дети — это добрый мир. Біздің болашағымыз, балалар өмірдің гүлі, мәңгілік елдің мәңгілік ұрпақтары жасасın. Алдарыңызда болған Мерке ауданының өнерлі жастары. Осы орталығында балаларды қорғау күніне орай шеру өтіп жатыр. Бұл шеру балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық орталықтарының ансамбльдер мен оркестрлерінің шеруі. Бүгін бізде 14 ұйым қатысып отырса, барлық аудан орталықтарында 24 осындай балалардың оркестрлері қатысып отыр. Жалпы бүгінгі күні облыс орталығында 3000-нан астам оқушы қатысып отырса, барлық балалар аудан орталықтарында жалпы әрқайсысына 24 000-нан астам оқушы қатысып отыр. Во-первых, хочу поздравить всех с праздником, Днем защиты детей. Желаю всем детям счастья, здоровья, улыбок на лице, чтобы только радовались. Что касается насчет праздника, мы готовились очень хорошо. Шеруде Байзақ ауданы білім бөліміне қарасты қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері жалғастырады.
өнерлі жастары. Байзақ ауданында қосымша білім алып жатқан 126 оқушы республикалық, халықаралық байқаулардың жеңімпаздары атанды. 2017-2018 жылы оқушылар аудандық байқаулардан 311 орын, облыстық байқаулардан 58, республикалық байқаулардан 95, халықаралық байқаулардан 28, барлығы 292 жүлделі орындарға ие болды. Ваши аплодисменты. На сцене «Жемчужина» Байзакского района. Құрметті қонақтар, Байзақ ауданының өнерлі жастарына қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Поприветствуем Байзакский район, одаренные дети. Сегодня в день международной защиты детей. Алдарыңызда болған Байзақ ауданының өнерлі өрендері. Поблагодарим детей за выступление. Ваши аплодисменты. Мерекелік шеруді Шу ауданының өнерлі жастары жалғастырады. Жас жеткіншектер халықаралық, республикалық және облыстық байқаулардың жеңімпаздары атанған. Алдарыңызда Шу ауданы. Центральная площадь древнего города Тарас приветствует одаренных детей. Город Шу. Шу ауданының өнерлі өрендері Мәскеу, Түркия, Қырғызстан мемлекеттерінде өткізілген түрлі байқауларда жүлделі орындарға ие болған.
праздник нам сегодня дарят дети. Подарим им будущее, светлое будущее. Алдарыңызда болған Шу ауданының жалынды жастары. Шествие продолжают одаренные дети района Турара-Рыскулова. Алдарыңызда Тұрар Рысқұлов ауданы. Поприветствуем район Турара-Рыскулова. Учащиеся района принимают активное участие в международных республиканских соревнованиях. 2560 учеников района участвовали в различных интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, научных конкурсах. 457 учеников стали победителями. Посадим хорошее дерево и вырастим хороший сад, вырастим хороших детей, получим великое государство. Тұрар Рысқұлов ауданының 2560 оқушысы республикалық, халықаралық жарыстарға қатысып, 427 оқушысы жеңімпаз атанды. Болған Тұрар Рысқұлов ауданының өнерлі өреттері. Внимание! Парад продолжают талантливые дети музыкальной школы имени Мукана Тульбаева Жамбылского района. Алдарыңызда Жамбыл ауданының білімгерлері. В данной школе дополнительным образованием охвачены 360 школьников. Воспитанники музыкальной школы являются лауреатами республиканского телевизионного конкурса «Улыдала Дарыны» и международного конкурса «Улыдала», посвященного
Единого Казахстана. Хан Төлебаев атындағы мектепте 360-қа жуық білімгер білім алуда. Международный день защиты детей. Это день, который обеспечит нам будущее. Наши дети – наше будущее. Ұлт болашағы дарынды жастар. К Дню защиты детей. Торжественное шествие продолжает колонна коллективов учреждения дополнительного образования акимата Жуавинского района. Алдарыңызда Жуалы ауданының өнерлі жастары. Учащиеся этого района являются призерами 18 международных, 30 республиканских и 10 областных конкурсов на площади Тараза, Жуавинский район. Жуалы ауданының білімгерлері 18 халықаралық, 30 республикалық, 10 облыстық байқаулардың жүлдегерлері атылуда. Алдарыңызда өнер көрсетіп жатқан Жуалы ауданының өнерлі өрендері. Құрметті көпшілік қауым, Жуалы ауданының білімгерлеріне қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Поприветствуйте, поприветствуйте, талантливые дети Жуавинского района, легендарного района Жамбылской области. Жуавинский район. Шествие продолжают талантливые дети дополнительного образования Сарысуйского района. Сарысуйский район. Алдарыңызда Сарысу ауданының өнерлі өрендері. Талантливые дети учреждений дополнительного образования Сарысуйского района. Учащиеся школ искусств данного района стали победителями международных конкурсов. Сарысу ауданының өнерлі өрендері халықаралық, республикалық жарыстардың жеңімпаздары атанып келеді. Мерекелік шеруде инновациялық бағытта білім беретін жоғарғы оқу орны
Тараз инновациялық гуманитарлық университеті жалғастырады. Университеттің 10 студенті әлем және Азия чемпионатының 200-ге жуық студенттері халықаралық және республикалық спорт жарыстарының байқауларының жеңімпаздары атанып келеді. Просто обязаны отдать шар земной детям. Дети — это художники мира, детский смех, величайшая музыка природы. Алдарыңызда ТИГУ, яғни Тараз инновациялық гуманитарлық университеті. За инновации будущее, прогресс Казахстана. Білім бәсекесінде топ жарған оқушылар жасасын. Уважаемые жители и гости города, все участники парада, давайте поприветствуем наше будущее, наших детей. Перед вами колонна Жамбылского политехнического колледжа, входящий в топ-10 лучших колледжей республики. Алдарыңызда Жамбыл политехникалық колледжі. В колледже обучается свыше 2000 студентов по 23 специальностям. Гордостью колледжа является Изидбек Абылай, бронзовый призер чемпионата Волжская Казахстан. Бакытулы Арынбасар, лауреат республиканского конкурса Гумурдария. Сотников Арнур, победитель республиканского конкурса Тильпарасат. И Алибекзы Жансая, обладатель сертификата международного конкурса «Наследие предков». Жамбыл политехникалық колледжінде 2000-нан астам студент 23 мамандық бойынша білім алуда. Жамбылский политехнический колледж. За детство счастливое наше спасибо, родной Казахстан. Родина моего деда, моего отца, родина моих детей и моих внуков. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, рухты болса, ол елдің еңсесі биік болады. Дарынды ұрпақ ұлт болашағы. Салтанатты шеруді Жамбыл экономика және ақпарат технологиялар колледжі жалғастырады. Колледжде 5 мамандық бойынша 400-ге жуық жастар білім алуда. Алдарыңызда Жамбыл экономика және ақпарат технологиялар колледжі. Колледж білімгерлері ана тілі мемлекет тірегі. Халықаралық тіл фестиваліне бірінші орынды иеленді. Дебат командасы Астана қаласында өткізілген Scholars Cup атты халықаралық ағылшын тілінен өткен жарыста 5-ші алтын медальға иеленді. Продолжают талантливые дети Таласского района. На огромном небе звезды, видимо. Учащие учреждений дополнительного образования этого района являются победителями международных республиканских
областных конкурсов и фестивалей. На международном уровне за последние 2 года было завоевано 6, а на республиканском уровне 166 призовых мест. Дети Таласского района. Алдарыңызда жүріп өткен Талас ауданының білімді жастары. Әрмен қарай мерекелік шеруді Қордай ауданының білімінде өнерлі оқушылары жалғастырады. Орталықтың өнерпаздары Ресей, Түркия, Қырғызстан мемлекеттерінде өткізілген түрлі жарыстарда жүлделі орындарда Отдать шар земной детям. Дети — это художники мира. Детский смех — величайшая музыка природы. Дети — это наше будущее. Алдарыңызда Қордай ауданының білімді өнерлері. Шеруді Мойынқұм ауданының балалар саз мектебінің дарынды оқушылары жалғастырады. Саз мектебінің оқушылары облыстық, республикалық түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Атап айтқанда, өнерге қанат қаққандар республикалық байқауында 1-ші орын, жас музыканттардың 50-ші облыстық фестивалінде 2-ші орын, республикалық менің елім байқауында өнерлі ұрпақ бірлігі және атадан қалған мұрамыз байқауларының жеңімпаздары атанып келеді. Шествие продолжают коллективы Тарасский колледж сервиса и технологий и колледж номер 12. Учащиеся на республиканских спортивных соревнованиях завоевали 5 призовых мест. А гордостью колледжа является Терехина Мария, чемпионка Республики Казахстан по пулевой стрельбе, Касымов Бехрус, 3-кратный серебряный призер по армрестлингу среди молодежи. Колледж номер 12. На сегодняшний день обучается около 500 учащихся. В 2015 году колледж на международном конкурсе «Золотая сова», проходившем в Швейцарии, был удостоен звания «Лучшая организация образования». Мерекелік шеруді Тарас химия технологиялық колледжі жалғастырады. Колледжде 874-тен аса білімгер, 10 мамандық бойынша білім алуда. Колледж байқауларға қатысып, 6 жүлделі орындарды иеленсе, республикалық көлемде 15 жүлделі орындарды жеңіп алды. Атап айтсақ, облыстық жас ақындар мүшарайында Нұрғазиев Ансар бас жүлдені иеленсе, облыстық мекеттер байқауында Аманқосов Дәулет 1-ші орынды иеленді. Судьба человечества в руках детей. Добрые дети – это добрый мир. Парад продолжает талантливые дети школы-интернат для одаренных детей Дарын, которые являются победителями национальной премии. Велим Кошбасы, за ним следует школа-интернат для одаренных мальчиков Велим Инновация, которая 10 лет подряд является лучшей школой по итогам республиканских олимпиад. Школа-интернат для одаренных девочек Велим Инновация в течение 11 лет по результатам единого национального тестирования входит в состав 100 лучших школ. Специализированная школа для одаренных детей с обучением на 3 языках ежегодно участвует в конкурсах областных, республиканских, международных научных проектах и олимпиадах. Білім бәсекесінде топ жарған оқушылар жасасан. Шеруді Тарас қаласы номері 11-ші орта мектебі мен
Бауыржан Момышұлы атындағы номері 45-ші қазақ классикалық гимназиясының өнерлі жастары жалғастырады. Номері 11-ші мектептің білім алушылары түрлі байқаулар мен жарыстардың жеңімпаздары атанып келеді. Бауыржан Момышұлы атындағы номері 45-ші қазақ классикалық гимназиясы ұбт бойынша 10 жыл қатарынан республикалық 100 үздік мектептің қатарына қосылып келеді. Перед вами одаренные дети Центра внешкольной работы и детского творчества города Тарас. В данном центре занимается свыше 6000 учащихся. Воспитанники центра являются победителями международных, республиканских, областных конкурсов и фестивалей. Балалар өмірдің гүлі, бақытты балалар, бақытты ел. Защита детей – святейшая должность. Защита детей – священное право. Защита детей – высокая сложность. Защита детей – первейшая важность. Алдарыңызда өрлеу үлгілі ұлт аспаптар оркестрінің талантты балалар мен жасөспірімдерден құралған шығармашылық өнер ұжымы. Оркестр қазақ композиторларының туындыларын халық арасында кеңінен насихаттап келеді. Өрлеу үлгілі ұлт аспаптар оркестрі халықаралық, республикалық, облыстық байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Атап айтқанда 2018 жылы республикалық құс жолы балалар өнер байқауында бас жүлде, 10-шы халықаралық Ғұмырдария балалар мен жасөспірімдер арасындағы ән би және өнер байқауларында үздік бас жүлдені иеленіп келеді. Громче аплодисменты. Это наше будущее, это наши дети. Это дети города Тарас. Это дети Жамбылского района. Это дети Казахстана. Өнерлі өрендерге қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Балалар жасасын. Ұлт болашағы дарынды жастар.
өздеріне тең келсін. Данышпанда, ғарышкерде ғалымда, ең алдымен балалықта меңгерсін. Дети всей земли большой, защиты день объединяться, чтоб жить единою гурьбой, мечтать, учиться, улыбаться. Тәуелсіз Қазақстан биікте шарықтасын. Процветание нашему независимому Казахстану. Елордамыз Астана мәңгі жасай берсін. Мәңгілік елдің мәңгілік ұрпағы жасасын. 1 июня Международный день защиты детей. Город Тарас. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар. Сүйемін сені ару астана, аялаған мекені махаббаты. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыттандым. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста, бардымға келіп тоғыста. Жарқырап мәңгі жайнап Астана, көк туыңды желбіретіп басқала. Ұлы сайрап, сайрап, жас тұлғаңда, нұрлы таңында. Өзіңе егіз менің тағдырым, қуат беріп сыйладың шабыт маған. Бақытты қуанышты әр күнім, Астанам әнімсің қалықтаған. Оңтүстік пенен батыста, солтүстік пенен шығыста.